Жалған сөйлеген жаратқандың наалаты дейді. Сізше, көп емес, bir жұма жалған сөйлемей қойыңызғын, көресіз жашауыңыздың өзгергенін. Ойыңыз, жүрегіңіз, даже ұйқыңызға шейін өзгереді. Мені айтты дейсіз. Вообще сіз жалған сөйлемей қойыңыз, тамашалап деле жалған сөйлемей қойыңыз. Шындап қой, шындап. Тамашалап деле жалған сөйлемей, bir жұма практиковать етіңіз. Машық қылыңыз, тренировка қылыңыз, жалған сөйлемейін. Ертемен тартам, кешке шейін, кештен. Вообще жалған сөйлемейін. Bir жұма жашауын өзгергенін көресіз қандай екен. Біздің дініміз шыншылдықтың үстінде құрылған. Ваман астақу миналлахи қила, ваман астақу миналлахи хадиса. Алладан дағы өткен шыншыл бар ва? Алладан дағы өткен шыншыл сөйлеген бар ва? Алла өзі бұйрық береді. Я юхалладна амантақулла ва қулу қаулан садида. Юслих лакум а'малакум ва яғфир лакум дунубакум. Ей имандылар, Алладан қорқып шын сөйлегілі. Амалыңарды Алла оңдайды. Күнәлеріңерді кешіреді. Біз амал қашан оңдалады? Қашан сөзді оңдасақ. Til madaniyatı, söz madaniyatı İslam dinde birinci orunda тұрады. Қандай деген? Сен сөйлесең, пайғамбарымыз айтады, жақсы сөз сөйле, болмаса сөйлеме.